Чотам қалайсыздар? Мен негізі осы видеоға дайындалмаған, бірақ сендер үшін ғой. Қазір тамағым ауырып тұр, дауысыма мән бермей қойыңдар. Бүгін біз осы красавчикке обзор жасайтын боламыз. L-дан басталады, Lenovo'дан бітетін ноутбук. Lenovo. Клавиатурасы мынандай. Дым қызығы жоқ. Сендерге осындай красавчикке тағы да рахмет айтамын. Баспаған кезде мен бүйтіп жанып тұрады, мышка мынандай. Мықты походу жоқ. Не. В общем, ол былай қосылады. Lenovo дейтін, Lenovo. Салам алейкум деп шығады, сосын мынау. Chrome, Google Chrome, кит бар. Құры өзіме көрінбей видеоның барлығын бұзған. Ноутбукты қосқан кезде мен барлығын обновить етіп шығам. Құрсын білем, бит басып тұрғанша. Мұны баса салмайын ба? Көріп тұрғаныңыздай менің ноутбугым кәдімгі ноутбук, ешқандай ерекшелігі жоқ. В общем, мынау Rocket Dog деген программа, если что айтып қойын, міне мына жерде Counter Strike, міне тағы CSGO. В общем, маған керек программалар мен ойындар ғой. Обновить. Ал енді характеристиканы айтып кетейін. В общем, көріп тұрғандай Windows 10, ал процессор Intel Core i5, мынау. Так, Intel Core i5 8 Gen. Блин, қалай айтатын оны? Мен өздерің қарап алыңдар. Intel Core i5 8 Gen. Мынау установленная память озуда, в общем, 4 гигабайттық тип системы, 64 разрядты, қалғандары жоқ, білмеймін. Осы керек сияқты барлық сендерге. В общем, ноутбукта мынандай заттар тұрады. Проектке керек ең алдымен. Солардың ішінде міне ойын тұрады, GoPro-ның заттары тұрады. Ал мына жерде міне музыка без авторских прав дейме бірдеңе дейді. Мынаны қосып қарайық. Ё-моё! Тапшы аузыңды. Құлағым ай. В общем, былай ғой. Келесі бізде артынан шығады, екінші каналда шығады. Достар, екінші каналда шығады осы видео. Так что екінші каналыма тіркеліп кетіңдер. Аты Приколян. Ссылка описанияда болады. Соған тіркеліп кетіңдер. Осы видео бәрінен қызық. Фильмді қалай түсіреміз, соны қарайсыңдар. Ал мияқта басқа ештеңе жоқ. Басқа дым да жоқ. Фотождар, Инстаграм, интернет нөмірде. Мынау не тағы. Жаба салайық. Обновить етекті. Бет жіберейік. Сендердің көрген жоқсыңдар. Окей. Өзіміздің жұмысымызға оралайық. Ал міне Photoshop. Соның көмегімен мен деген фотоларды монтаждаймын. Ё-моё, мұнан қараң, күшті екен ғой. PS деп қоятын, сен PlayStation емессің, түсіндің бе? Деп қуып кетсең да, міне ашылады. Өзі ашылады, былай. Кешіріңде бандикам онда заттар жазып үлгерген жоқпын. Өйткені деген енді сатып алған ноутбук, ойнайтын құрсын баяғыда сатып алдым, просто ерін тұрын жазуға. Не осыларды қолданамын мен көбінесе. Осылар әп-әдемі текстуркалар. Фотошоптап көрейік шал бір дегені. Кешіріңдер, менің компьютерімде басқа фотолар жоқ, тек осыдан басқа. Так что осыны фотошоптап көрейік, сендерге бір кішкене пример көрсетіп жіберейін фотошоптаудың. Фильтрді басамыз фотошоптағы. Пластика деген затқа кіреміз и ары қарай өздеріңіз істейсіңдер ғой. Менде мысалы осыны зат шықты, давайте қолын өзгертейік мынаны. Осаған дегенім ғой. Конфуцияға қараңдар, қалай өзгеріп. Давай. Скриншот жасап алдыңдар. Фотошопты болдық, енді Vegas Pro'ға керек. Мен әдейі Vegas Pro'ның 16-шы версияның суретін қойдым. Негізінде Vegas Pro 13-ші версия. Ашамыз. Міне ашылды. Ары қарай Steam, Chrome, мыналарды көрсетпей қойын барлығын. Тек Vegas пен Sony Vegas Pro'ның көрсетейін. Мынау кәдімгі. Ал мынау программада сурет салатын программа. Paint Tool Sai. Edge всегда идеальное качество. Приколяндар мен шынымде көп қой. Міне Vegas Pro ашылды. Көріп тұрғаныңыздай ешқандай дәм болсын бәрі. Вот солай. В общем, достар, еш қызығы жоқ компьютерімнің. Ары қарай мен деген мынаны басам да, мынаны басам да. Завершение работайында басам. Пока-пока, чау деймін да, битюерімді кетшуерден құрып. Сендер менің ноутбугыма обзор көрдіңдер. Так что осы видео лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Қызыл кнопка бар, астында подписаться деген, соны басыңыздар да. Менімен бірге прикол болыңдар. Бірден сөз айту керек мен мияқтан кезде. Менімен бірге дамый беріңдер. Пока-пока, чау. Халяу.